Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, оқушылар және тыңдармандар. Prezi.com қызықты презентациялар әлемі. Қазіргі заманғы ғылым мен техниканың даму кезеңі оқыту үдерісінде технологиялық жаңа әдістерді кең көлемде қолдануды қажет етеді. Осыған байланысты қазіргі білім беру мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас пайда болып, білім беру жүйесіне ақпараттық коммуникация технология негізінде заманауи бағдарламалар пайда болуда. Prezi дегеніміз не? Preziді қалай қолданамыз, қалай жасаймыз? Prezi.com бағдарламасы бұл веб-сервис болып табылады және оның көмегімен сызықтық құрылымы бар интерактивті мультимедиялық презентациялар жасауға мүмкіндік береді. Көптеген сызбалар, видеолар. Preziдің ерекшеліктері: масштабтау, медианы жүктеу, PowerPoint-тың интернетте және компьютерді қолдану, сюжеттік бағыт, бірлескен жұмыс, iPad пен жұмыс. Prezi.com-да жұмыс істеу үшін қажетті компьютер конфигурациясы. Қолданылатын браузерлар Google Chrome, Яндекс браузер, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Prezi'де қалай тіркелеміз, қалай кіреміз? Prezi.com сайтына тіркелу үшін Prezi.com сайтына кіріп, логин сілтемесін басып, өз-өзіміз мәлімет толтырып, аты жөнімізді енгіземіз. Ал көрейік. Браузердан Prezi.com бағдарламасына басамыз, орыс тіліне міндетті түрде аударамыз, начать бастап, логин ішінен Google Chrome арқылы өзіміздің аккаунтымыз арқылы кіреміз. Preziдің көптеген функциялары көп, презентация және де шаблондары өте көп. Соның ішінен бізге керегі тақырыпқа байланысты презентациясына танысып өтейік. Мысалы, мынадай презентацияны таңдап алдым. Оған құрал-саймандардан мәтін, жаңа сабақ деп жаздық. Оның мақсаттары және де мында кірістіруге болады YouTube-тан бейне роликтерді және де көптеген презентацияның слайдтарын кірістіруге болады. Сол слайдтарды кірістіргенде слайдтар ретімен, орын-орнымен орналасады. Қазір соны жүктейміз, бәрін керегін жүктейміз, орнына қоямыз. Үлкейтуге болады, кішірейтуге де болады. Сонда барлығы орын-орнымен тұрады. Бағыт-бағытымен. Көптеген слайдтар арқылы слайдтып енгізуге болады, кірістіріп. Және де жаңа шыққан сабағымызды, презентациямызды көруге болады. Сабақтың мақсаты, тақырыбы, видео қызықты етіп, слайдтып қарап шығамыз жұмысымызды. Ең соңында енді көптеген керемет презентациямен жаңа танысып өттік. Арманыңды жүзеге асыр. Technology Prezi Templates назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.